Мен досы естен сөңке алып келдім. Мен сөңкені халықты келден бөлдім. Маған от туралы өте қызықты болды. Мен балақшаға барып Азазайли қызынан сұрадым. Азазайли қызы, маған от туралы көбірек. Жарайсың, Хамза. Өрт туралы көбірек білгің келсе, мен сенің өзіңнің зертханаға шақырамын достармен бірге. Біз өртті ғылыми түрде зерттейміз. Балалар, мына суретте сендер не көріп тұрсыңдар? Бала не ұстап тұр қолынан? Сіріңке ұстап тұр. Сіріңке ұстауға бола ма? Болмайды. Міне сіріңке ұстап, пердені жағып жіберген. Үйде үлкен кісілер болмағанда газды жағуға бола ма? Болмайды. Дұрыс айтасыңдар. Мына қауіпсіздік ережесін балалар сақтау керек. Үйде үлкен кісілер болмаса, газды жағып сіріңкені ұстауға болмайды. Зертханаға қош келдіңіздер. Өртті зерттеу үшін бала менде мында керемет секірлер қойып шығады. Мұнда өртті зерттейтін өте көп құралдарымыз бар. Бала, өрт дегеніміз не? Өрт дегеніміз не? Өрт дегеніміз жану құбылысы. Өрт жанғанда жалын пайда болады. Ғылыми түрде сөйтіп айтады, жалын пайда болады. Ал не өртенеді? Ағаш. Дұрыс. Газ, бензин. Дұрыс. Ағаш өртенеді, газ, бензин өртенеді бала. Бала, бірінші тәжірибеміз үшін бізге не керек? Не бар? Не зат бар бала? Майшам. Және сіріңке. Міне сіріңкемен балалар майшамды жағамыз. Кішкене әрлеп тұрып қарайды. Міне көрдіңдер ме? Бізде не пайда болды? Жалын пайда болды. Көрдіңдер ме? Міне жалын пайда болды. Қазір енді отты былай ұстайықшы қолымызды. Қолымызға не білініп тұр балалар? Жылу білініп тұр. Беттеріміз қоятында. Міне от бізге не берді балалар? Жылу берді. Міне бірінші тәжірибе арқылы біздер балалар от жанғанда бізге от жылу берді. Майшам жанып тұрған. Міне қараймыз. Мына майшамның үстіне бітіп ұстасақ. Бала не пайда болды көздері ме? Күйген. Күйеді? Күйе. От, міне күйе. Мына от жанғанда күйе алды. Енді яғни от жанғанда от не істейді ауаны? Ластайды. Көрдіңдер ме? Біріншіде бізге от деген жылу берсе, мына екінші тәжірибеде біздер көрдік. Міне жанғанда ауа ластанады. Келесі тәжірибеміз үшін бізге тағы да майшам керек, сіріңке керек. Балалар, қалай ойлайсыздар? Өртті қалай сөндіруге болады? Дұрыс. Құммен. Дұрыс айтасыңдар. Өртті сөндіру үшін бізге су керек, өрт сөндіргіш құлар керек, құм керек. Балалар, міне екінші тәжірибемізге қарайық. Майшамды тағы да жанып. Жанып тұр, көрдіңдер ме майшам? Қазір не істеймін қарайды. Жанып тұрған майшамды бүйтіп бүркеп алды. Өрт не істейді? Өшіп қалды, сөніп қалды. Яғни бізге өрт жану үшін не керек? Ауа қажетті. Бізде мына жау ауаны жібермей қалды. Сондықтан өрт өшіп қалды. Өрт жану үшін не керек балалар? Ауа керек. Қалай ойлайсыңдар? Өрттің түсі бола ма? Жаңа біздер майшамды жанғанда өрттің түсі қандай болды? Сары, қызғылт сары. Дұрыс балалар. Міне келесі тәжірибеміз үшін бізге балалар не бар? Тұз, ас содысы және мыс құбарусы керек. Міне әртүрлі затты жанғанда және де бізге балалар спирт керек болады. Әр заттың жанғанда түстері қандай болатынын біздер қазір зерттейміз. Бірінші біздер ыдысқа не саламыз? Тұз саламыз. Тұз салдық. Және ас содысын саламыз. Келесіне қандай түсі? Көкшіл, мыс құбарусын саламыз. Ал үшінші ыдысқа тек қана спирт құямыз. Мына күйенің өзі жанбайды ғой, біздер жану үшін балалар мына спирт құямыз. Енді қазір үшеуіне жағамыз, сонда түстері қандай екен зерттейміз балалар. Қарайық. Мына спирттің жанғанда түсі жоқ, көрдіңіздер ме? Ешқандай түсі жоқ. Мына мыс құбарусының түсі қандай? Көгілдір де? Көгілдір. Ал мына ас соды мен тұздың түсі қандай? Ақсы болып, сары, кішкене сарғыш болып жанып тұр. Өшір қалай істейміз? Бүркейміз де? Міне көрдіңдер ме? Оңай? Өшіре салдық. Көрдіңдер ме балалар? Балалар, яғни өрттің түсі неге байланысты? Жанған затқа байланысты, жанған затқа байланысты өрттің түсі әртүрлі болады. Сіздерге бүгінгі зерттеулер ұнады ма? Балалар, ал енді мен сіздерге сұрақ қоямын. Балалар, біздер жаңа өртті өртегенде өрт бізге не берді әсілда? Дұрыс. Ал өртті жанғанда ауада не болады? Ластанады. Дұрыс. Біздер жаңа өртті қалай өшірдік? Біз оны қалай өшірдік? Бүркеу арқылы өшірдік. Міне қандай да біздер тағы да бір тәжірибе жасадық. Ол тәжірибеде біздер әртүрлі заттарды жаққанда оттың түсі қандай болды?
әртүрлі болды, әртүрлі болды. Мысалы, мыс купоросты жаққанда түсі қандай болды? Көк болды да, спиртті жаққанда түсі қандай болды? Солған жоқ та. Ал мына тұз бен соны жанғанда бізде сарғыш болды да, сарғыш болды. Міне балалар, біздер өртті ғылыми түрде бүгін зерттедік.